Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы видеода сіздерге «Любовь со взломом» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңізші. Осылай жасау арқылы қазақ тілді арнаның дамуына көмектесесіз. Бұл сіз үшін 1 секунд, ал мен үшін 50 000 оқырманға алып баратын жол. Ендеше көп созбай киномызды бастайық. Гарри ұрлықшы жігіт. Ол досы екеуі үйлерді тонап, алаңсыз өмірден ләззат алғанды жақсы көреді. Ол екеуі жан-жаққа мұқият қарап, үйдің иесі шығып кеткен кезде есікті ашып ішке кіреді. Олар үйдің ішінде азғантай зат алады. Әшекейлер, техникалық заттар және сол сияқты заттарды ұрлап кетеді. Тіпті Гарри ұрлыққа түскен үйде балаға арнап капельнигіне ақша салып кетеді. Ал Гарридің ең басты жұмысы ұрлыққа түскен үйлерде міндетті түрде дәрет сындырып кетеді. Бірақ соңғы тонаудан кейін Крис Гарриге «Мен жұмыс таптым және келесі үйді тонағаннан кейін бұндай тірлікпен айналыспаймын» дейді. Және ол қарапайым өмір сүріп, отбасы құрғысы келетінін де айтады. Бірақ бұл сөзге Гарри аса мән бермеді. Және досының ойы ертең-ақ өзгеріп кететініне сенімді. Ал кешкісін Гарриге сүйіктісі «Мені жақсы көресің бе?» дегенде Гарри үндемей отыра берді. Сол себепті сүйіктісі ашуланып кетіп қалады. Ал таңертең Гарри мен Крис үй тонауға шықты. Бірақ Кристің үй тонауды қоям деген ойы өзгермепті. Екеуі үйдің иесінің кеткенін күтіп отыр. Сосын үйге кіреді. Үйге кіргенде Гарри Криске өмір туралы үйреткісі келді. «Айналаңа қарашы, өмірдің рахаты деген осы емес пе?» дейді. Бірақ сонда да Крис шешімін өзгертпейді. Гарри дәретін сындырып жатқанда Крис тұрған жерге үйдің иесі келіп қалады. Кішкене қақтығыстан кейін екеуі қашып кетеді. Гарриге осындай ақымақтық пен адреналин қатты ұнайды. Ал Криске қабылдаған шешімі одан әрі дұрыс екеніне көзі жетті. Ал келесі үй тонауға Гарри жалғыз барады. Оның келесі мақсаты әдемі үй. Үйдің иесі қандай құпия сөз енгізгенін жаттап алып, үйге оңай кіреді. Гарри үйді тонай бастады. Техникалар, картиналар және көзге көрінген нәрсенің барлығы. Әрине, тонаудың соңында ол дәретін сындыру керек. Дәретін сындырып жатып, ваннада қызды байқайды. Қыз Гарримен амандасып, басқа ешқандай реакция білдірмейді. Сонда Гарри қызға «Мен сені үйіңді тонап жатырмын» дейді. Бірақ қызға бәрібір. Ол жай ғана кетеріңде есікті жауып кет дейді. Гарри қыздың өзіне қол жұмсағысы келгенін байқайды. Сосын қызға «Бұл таблетканы ішкенмен өлмейсің» дейді. Өлу үшін қандай таблетка ішу керектігін айтып кете береді. Бірақ жолда Гарриді ар-ұяты мазалап, ол қайтып келеді. Сосын қыздың құсуына көмектеседі, ал одан кейін оны төсегіне жатқызады. Ал қыз ұйықтап болам дегенше Гарри көңіл көтергісі келді. Неше түрлі ойындар ойнайды, теледидар қарайды және басқа да нәрселермен айналысады. Ал кешкісін Дейзи өз-өзіне келеді және Гарридің мұнда не істеп жүргенін әлі түсінер емес. Сонда Гарри «Мен бұнда сені жалғыз қалдыра алмаймын, ал қалдыратын болсам сен тағы да өз-өзіңе қол жұмсауың мүмкін» дейді. Гарридің мұнда жүргені Дейзиге аса ұнамады және Гарридің сұрақтарына да дұрыс жауап бермейді. Сол үшін де Гарри қырсыққаннан одан сайын қыздың мазасын алады. Осылайша Гарри Дейзиді кешкі ас ішуге көндіреді. Сөйтіп әңгіме арасында Дейзи бұл үй өзінің бұрынғы жігітінің үйі екенін айтады. Тіпті ол екеуі атастырылып қойған екен. Сонда Гарри қыздың көңілін көтеру үшін әзілдегісі келді. Бірақ та Дейзи әзіл тыңдайтындай жағдайда емес. Кешкі ас кезінде Дейзи бұрынғы жігітіне хабарласып, дыбыстық хабарлама арқылы оны әбден боқтап тастайды. Сосын Гарри қызға сыртқа шығып кішкене шегіп алайық дейді. Дейзи де келісе кетеді. Бір-екі рет шегіп алғаннан кейін екеулерінің көңілдері көтеріліп, уақытты жақсы өткізеді. Осыдан кейін Дейзи Гарридің иығына басын қойып ұйықтап кетеді. Ал Дейзи оянған кезде Гарри оған кофе дайындап береді. Сонда Гарри Дейзидің өзін өлтірмекші болған мақсатынан айныған шығар деп ойлайды. Бірақ та Дейзи «Мен сонда да өз-өзіме қол жұмсаймын» дейді. Сонда Гарри Дейзидің өзін не үшін өлтірмекші болғанын білгісі келді. Оның үстіне Гарри Дейзидің қасына не үшін кеткісі келмейтінін түсіне алар емес. Бірақ Дейзи «Сен мені ойыннан айнта алмайсың» деп қояр емес. Сол кезде Гарри «Жарайды, мен сені жайыңа қалдырамын, бірақ менің бір шартым бар» дейді. Сөйтіп ол Дейзиге кешкі ас жасап береді. Және ол Дейзиге «Кешкі асымыз ресторандағыдай болады» дейді. «Ал сен ең әдемі көйлегіңді киіп келесің» дейді. Сөйтіп азық-түлік алу үшін олар дүкенге
барады және сол жерде Дейзиді бір танысы көріп қалады. Ал танысы болса Гарриді Дейзидің жігіті де ойлап қалады. Осылайша екеуі кешкі асқа дайындалады. Гарри тамақ істеуде, ал Дейзи әдемі көйлегін киюде. Осы кезде Гарри Криске хабарласады және әңгіме барысында Кристің қарапайым өмірді жақсы көретінін түсінеді. Дейзи әдемі көйлек киеді, ал Гарри костюм шалбарда. Және екеуі кешкі асты ішіп жатыр. Дейзиге Гарридің жасаған тамағы қатты ұнады. Сөйтіп әңгіме арасында Дейзиден не үшін өзіңе қол жұмсағың келді дейді. Сонда Дейзи: бұл өмірден ешқандай жақсылық көрмедім. Мен бұл өмірде ешқашан бақытты болған емеспін дейді. Сосын Гарри музыка қосып қызды биге шақырады. Сөйтіп олар көңіл көтере бастады. Бірақ бұл жолы естерін біледі. Сосын Гарри қызды бассейнге алып құлайды. Осылайша бір-біріне жақындай бергенде қоңырау шырылдап қалады. Сөйтіп есікті ашса, полиция келген екен. Сонда офицер: сендер шулаған себепті бізді көршілерің шақырып тұр дейді. Сонда қастарына Дейзи келіп: біз ерлі-зайыптымыз және біз жай ғана көңіл көтерген едік дейді. Сонда офицер жастарды түсініп жай ғана кетіп қалады. Дейзидің көңіл күйі бірден өзгеріп кетті. Сосын ол: кешкі асымыз бітті, енді сен маған кедергі келтірме дейді. Сонда Гарри: мен ойымды өзгерттім, мен енді еш жаққа кетпеймін дейді. Сонда Дейзи Гарриге үйден құры деп қатты айқайлап жібереді. Бұған жинамай Гарри де дауыс көтере бастады. Сосын Гарри ашуланып сыртқа шығады. Осы жерде көлікті оталдыра бергенде алдынан Дейзи тұрып алады. Сен қайда кетіп бара жатсың деп тағы да ұрса бастады. Негізінде Дейзи Гарридің кеткенін қаламайды, бірақ бұл нәрсені өзі мойындағысы келмейді. Сосын Гарри: жолыма тұрма деп үйден шығып кетеді. Ұзақ жерге барғаннан кейін Гарри қайтадан Дейзиге барғысы келді. Бірақ бұл шаруада менің не жұмысым бар деп те ойлап қояды. Сонда да шыдай алмай Гарри қызға келеді. Келсе есік әлі ілулі. Сөйтсе Дейзи өзін бассейнге тастаған екен. Гарри оны судан шығарып, жасанды тыныш жасайды. Сосын Дейзи есін жияды. Сөйтіп Дейзиді бөлмесіне апарғанда Дейзи айтады: сен мені құтқаратыныңды білдім дейді. Сонда Гарри: мен төменге барайын, ал сен жақсылап демалып ал дейді. Бірақ Дейзи Гарриге: менің қасыма жатшы дейді. Бірақ та Дейзи ұйықтай алмайды. Сөйтіп Гарриді оятады. Сөйтіп екеуі төменге түсіп билей бастады. Осы жерде екеуі бір-біріне сезімдерін білдіреді. Ал таңертең Гарри кофе дайындауға барады. Сосын аяқ астынан үйге Дейзидің бұрынғы жігіті өзінің қызымен келеді. Сөйтсе Дейзи мен Питтің жүрмей қалғанына біраз болған екен. Ал Дейзи жігіттің үйіне рұқсатсыз кіріп кеткен. Сосын жігіт Гарриге: бұл қыздан аулақ жүргенің дұрыс, бұның есі дұрыс емес дейді. Бірақ Гарри қыздың сөзін сөйлеп оны қорғайды. Және Дейзиге: бұрынғы жігітіңе айтатын нәрсеңді айтып таста дейді. Сөйтсе Пит Дейзидің ең жақын құрбысымен Дейзидің көзіне шөп салған екен. Сөйтіп Дейзи ішіндегі барлық мұңын осы жерде айтып тастайды. Сосын Гарри олардың телефондарын қиратып Дейзиді өзінің үйіне алып кетеді. Осылайша Гарридің үйіне де келді. Сөйтсе үйіне ұрылар түскен екен. Көптеген жерді шашып, бағалы заттарды алып кеткен. Бірақ бұл жағдайға Гарридің көңілі түспеді. Себебі оның енді Дейзиі бар. Достар, фильм туралы өздеріңнің пікірлеріңді қалдырыңдар. Егер видео сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып кет. Және арнама тіркелуді ұмытпа. Ал келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Және экранға шыққан басқа да видеоларымды қарап кетуге кеңес беремін. Ал әзірге аман сау болыңдар достар.